Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабақ басталмас бұрын айтарым, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Перед уроком хочу напомнить, не забудьте подписаться на мой канал. Бүгінгі сабақтың тақырыбы аймақтар табиғаты. Мақсаты аймақтарға тән табиғат құбылыстары туралы оқу, күн райының ерекшеліктері туралы айтып үйрену. Сегодня мы на уроке поговорим о явлении природы в регионах Казахстана. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Боран, түске дейін до обеда, түстен кейін после обеда. Еру, таять, кемпір-қосақ, радуга. Келесі мәтінге назар аударайық. Сравним два текста. Мәтіндерді оқып салыстырайық. Менің есімім Ерік. Ақтөбеде тұрамын. Биыл қыс суық. Аспан үнемі бұлтты болып тұр. Жиі жел тұрады, боран соғады. Қар өте қалың жауады. Синоптиктердің айтуынша, биыл қыс ұзақ болады. Менің есімім Айнұр. Мен Түркістанда тұрамын. Біздің аймақта қыс жылы болады. Күн ашық және тынық. Жерде әлі қар жоқ. Қар түске дейін жауады да, түстен кейін еріп кетеді. Синоптиктердің айтуынша, биыл оңтүстікте қыс жылы болады. То есть из разговора детей мы поняли, какая погода в западном регионе Казахстана и в южном. Послушайте. Меня зовут Ерік. Живу в Актобе. В этом году зима холодная. Небо всегда облачное, часто дует ветер, буран. Выпало много снега. По прогнозам синоптиков, в этом году ожидается, что зима будет долгой. А вот Айнур, который живет в Туркестане, рассказывает, что у них зима теплая, погода ясная и тихая, снега нет, снег идет до полудня и тает во второй половине дня. По прогнозам синоптиков, в этом году на юге зима будет теплой. Келесі тапсырма мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. В следующем задании запишите слова, противоположные по значению. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Жиі, часто, сирек, редко. Еру, таять, қату, замерзнуть. Биыл, в этом году, былтыр, в прошлом году. Қыс, зима, жаз, лето. Ұзақ, долгий, қысқа, короткий. Оңтүстік, юг, солтүстік, север. Желді, ветреный, желсіз, безветреный. Қалың, толстый, жұқа, тонкий. Балалар, көршіңмен сөйлесіңдер. Ерік пен Айнұрдың телефон арқылы сөйлесуін көрсетіңдер. Қоршаудағы сөздерді қолданыңдар. Используя слова ниже, составьте диалог по телефону между Ерік и Айнұр. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Кестедегі сөз тіркестерін оқыңдар. Суретке қарап мағынасын түсіндіріңдер. Прочитайте словосочетания в таблице и по картинке объясните их значение. Ауылға дейін, ауылдан кейін. Орманға шейін, орманнан кейін. Жолға дейін, жолдан әрі. Көшеге шейін, көшеден соң. Ребята, здесь дейін, шейін, кейін, соң является послелогами. То есть это шлаулар. Послелоги казахского языка в основном соответствуют предлогам русского языка. Отличие в том, что в русском языке предлоги стоят перед словом, с которым они сочетаются, а послелоги казахского языка после. Рассмотрим на примере. Жаңбырға дейін, көшеге шейін, до дождя, до улицы. То есть дейін, шейін показывает направление до чего-либо. К слову, с которым используется дейін,
шейін. Добавляется окончание дательно-направительного падежа, то есть бар септик. Га, ге, ка, ке, на, не. А затем после слоги дейін шейін. Жаңбырдан кейін, көшеден соң, после дождя, после улицы. То есть здесь кейін и сон показывает направление после чего-либо. К слову, с которым используются эти послелоги, добавляется окончание исходного падежа, шығыс септік. Дан, ден, тан, тен, нан, нен, а затем эти послелоги. Келесі сұрақтарға жауап бер. Аспанда кемпір қосақ қай кезде болады? Мектепте қанша уақыт боласың? Үйге дейін қанша минут жүресің? Қар жауғаннан кейін күн қандай болады? Қыстан соң қай мезгіл келеді? Қай кезде көктем басталады? Қай уақытта құстар ұшып келеді? Жарайсыңдар, балалар. Өздерің тексеріңдер. Проверьте себя. Үйге тапсырма. Өз аймағыңа тән табиғат құбылысы туралы жаз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.